Бәріңе сәлем, мен жаңа рубрика аштым. YouTube не хабар деп аталады. YouTube жатам сияқты. Бұл рубрикада мен ютуберлердің, блогерлардың өмірлерінде және арналарында болып жатқан жаңалықтарды айтатын боламын. Ақтаулық блогер Қуанғали, яғни мистер Прикольчик, өзінің алғашқы документалдық фильмін түсірді. Ал Вайнер Алишер Қонышбай жаңа машина алды. Ал інінен болса мотоцикл алды. Ерса өзінің ютубтан алған күміс кнопкасын сатамын дейді. Бүгін осылардың бәрі туралы сөйлесетін боламыз. Мистер Прикольчик өзінің өзі туралы документалдық фильмінде өзі туралы айтты. Отбасы, жеке өмірі, жеткен жетістіктері, ютубта жүріп өткен жолы туралы. Алдыға қойған мақсаттары ойлап жүрген ойлары туралы айтты. Және де өзінің кеңесінде бере кетті. Басында ойлайсың, жоқ, ол менікі емес. Жоқ, түсірмей-ақ қоям. Жоқ, вообще дым істемей-ақ қояйын вообще. Одан да жұмыс жасап кете берейін ағам. Ал жалпы айтатым сіздерге. Егер істеп көрмесеңдер, ешқашан бөлмейсіңдер. Вайнер Алишер Қуанышбай өзінің туған күніне өзі сыйлық жасап, сары BMW алды. Енді одан Нұрдәулеттің сыйлаған машинасымен бірге 2 машина. Ал інінен болса, машиналарды тастап мотоциклге көшті. Ол жап-жаңа көк мотоцикл алды. Оны Синий кит деп атады. Баяғыда естеріңде ме, Синий кит деген ойын болып еді ғой, ол емес, басқа Синий кит. Әзірге ол мотоцикл айда білмейді, сол себепті мотоциклді кейінге қоя тұрам деді. Осынша қаншама машинаның бәрін ол не істеді екені? Ерса осыдан бір апта бұрынғы видеосында 100 000 подписчик үшін ютубтан алған күміс кнопкасын сатпақшы болды. Ол өзі кнопканы қаншаға сататынын білмеді, сол себепті OLX-қа қойды. Адамдар звондап қанша ақша ұсынатынын көрмекші болды. Кнопканы OLX-қа сала салысымен бірден бір адам звондады. Ол адам оларға алдымен 80 000 теңге ұсынды. Олар ол ұсынысты аз деп қабылдап, тағы да адамдардың звондағанын күтті. Біраз уақыт өткен соң тағы бір адам звондады. Ол адамға бұлар алдындағы адам 50 000 теңге ұсынды деп айтты. Сол себепті жаңа кісі 200 000 теңге келісесіңдер ме деп айтты. Негізінде Ерсаның видеоның басынан кнопканы сататын ойы болмаған екен. Тек адамдар қанша ұсынады, кнопка қанша тұратынын білгісі келіпті. Сонымен енді оның арқасында күміс кнопканың бағасы Қазақстанда 200 000 теңге тұратынын білдік. Короче, мына жерде отқанымызға біраз болды достар, и бізге пока ешкім звондамай жатыр. Что-то звоноктар тишина болып қалды. Жаңа бүйтіп звондайтын адамдар топқа шығып кетті ғой, нелердің рекламалардың бәрі сөйтіп. Ең қымбат бағаны уже назначать етіп қойды. Мырзабай екеуміз саат деп отырмыз енді. Короче, 200 000 деп тұр. Қазір WhatsApp-пен сөйлестік ол кісімен. Ол қазір алып кете аламын дейді, ол тоже Алматыдан екен. Сонымен ойланып тұрмын. Бірақ та көже шешімімді қабылдадым. Бұл кнопканы 200 000 деген нормальный баға. Мына кнопкаға. Ну, еңбек там больше. Труда там больше. Бірақ та сатпаймын деп шештім достар. Білмеймін енді, сатқым келмейді, но маған вообще қымбат сияқты көрінеді. Сол себеп. Сонымен сендерге бұндай рубрика ұнай ма, комментарияға жазып кетіңдер. Егер ұнаса, әрине тағы да түсіре беретін боламын. Ал ендеше арнаға тіркел және лайк бас.